Қазақстан Республикасы Конституциясының 10 бабының 3 тармағына және Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы Қазақстан Республикасының заңының 3 бабына сәйкес басқа мемлекеттің азаматтығы танылмайды. Алайда Қазақстан Республикасының азаматтары шетел мемлекетінің азаматтығын Қазақстан Республикасының азаматтығынан шықпай тұрып алатын жағдайларда ұшырасады және осы арқылы заңсыз қос азаматтыққа ие болады. Екінші, азаматтықты алудың негізгі себебі еркін қозғалу тілегі ғана емес, сонымен қатар белгілі бір материалдық пайдаларды алу. Басқа мемлекеттің азаматтығын қабылдамас бұрын Қазақстан Республикасының азаматы қазақстандық азаматтықтан шығуы керек. Қазақстан Республикасының азаматтары шетелге жеке сапармен барады, оқуға барады, немесе басқа жұмыстармен барған кезде басқа мемлекеттің азаматтығын қабылдайды. Басқа мемлекеттің азаматтығын қабылдағаннан кейін біздің заң бойынша, азаматтық заңы бойынша 30 күннің ішінде, 30 тәулік күннің ішінде Қазақстан Республикасының елшілігіне барып, немесе тұрақты тұрған жеріне барып, бұл туралы хабарлау керек. Қазақстан Республикасының төлқұжат құжаттарын тапсыру керек. Сондай кезде азаматтар басқа мемлекеттің азаматтығын қабылдайды, сосын бізге келеді, білгендіктен немесе білмегендіктен олар Қазақстан Республикасының құжаттарымен қолданады. Шекарадан өткен кезде немесе басқа операциялар жасаған кезде Қазақстан Республикасының азаматтығымен құжаттарымен қолданады. Сол кезде әкімшілік кодексінің 496 бабы 1 бөлігі бойынша жауапкершілікке тартады. Жыл басынан бері Теміртау қаласында екі егілдің азаматтығын алған 108 адам анықталды. Оның ішінде 33 адамға 100 айлық есептік көрсеткіште, немесе 240.500 теңге айыппұл салынды. Биыл мемлекеттік қазынаға 7 миллион теңгеден астам қаржы түскен. Былтырғы жылы 120 шақты адам болды. Екі азаматтық бойынша ол кісілердің бүкіл барлығы азаматтың жоғалту туралы материалдар жиналып, қарастырылып, ресімделді азаматтық. Көп жағдайда азаматтар белгіленген ережелерді елемейді және әртүрлі тәсілдерді пайдалана отырып, шетел мемлекетінің азаматтығымен бірге қазақстандық азаматтықты да сақтайды. Ішкі істер органдары қос азаматтық анықталған жағдайда осы адамдардың Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығуын тіркейді. Егер азамат Қазақстан Республикасының азаматтығынан шыққаннан кейін де жеке басты куәландыратын құжаттарды пайдалануды жалғастырса, ол әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Қазақстан Республикасының кодексінің 496 бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылады.